Захида ханым, менде бір сұрақ болып тұр. Егер де мен трейдингті или инвестицияны бүгін бастайтын болсам, қанша уақыттың аралығында мен табысқа шыға аламын? Бүгін бастасам, ертең миллионер болып кетемін ба деп. Сондай бола ма? Ол дұрыс емес. Мысалы, әйел кісіде бала көтергенде 9 ай күту керек қой. Тура қаржылық сауаттылықты да, трейдингті де, инвестиция жасаған кезінде сен оны күтесің. Кен кезде ғана сабырменен ол пассивтік доходқа шыға аласың сен. Егер бүгін ақша салып, ертең байып кетем десең, бұл бедный мышление. Ал шамамен айларды айтып отырсақ, или бір жылдың ішінде ма, 2 жылдың ішінде ма, сол қанша айдың аралығында? Инвестиция бұл ұзақ мерзімді. Егер жақсы пассивті доходқа шығамын десең, инвестицияны ұзақ мерзім күтесің. Ал трейдингте минимум 6 ай керек. Минимум 6 айда сен рынокқа түсініп, рынокты өзің содан кейін ақша тауып бастайсың. Егер рынокты түсінбесең, сен ақша жоғалтасың. Болды, енді мен түсіндім. Өйткені бізде қазір Instagram желісінде, TikTok желісінде көптеген эксперттер шыққан. Олар айтады, сен келесі күні біздің курсты оқып алып, келесі күні үлкен табысқа шыға аласың. Ол достар үлкен миф екен.